Баршаңызға сәлем, бұл Миратрикс. Бүгін сіздерге Роберт Эггерстің «Варяг» фильмі сәтсіздікке ұшырағаннан кейін «Носферату» фильмімен үлкен ойынға қалай оралғаны туралы айтып беремін деп жоспарлаған едім. Бірақ сосын саспенс жағынан одан кем түспейтін, ал шынайылық жағынан тіпті асып та кететін бір туындыға тап болдым. Соны шолып өтейік. Саха Республикасының киномайталмандары түсірген «Карина» фильмі бұл кішкентай қыз бен оның күшігі, сонымен қатар жабайы табиғаттың құдіреті туралы оқиға. «Карина» фильмі 10 жылдан астам уақыт бұрын Якутияда болған шынайы оқиғаларға негізделген. 2014 жылдың шілдесінде 4 жасар Карина Чикитова тайгада адасып кеткен. Оны құтқару операциясы 12 күнге созылып, ешкім оның тірі табылатынына үміт артпаған сәтте қызды биік шөп өскен алқаптан тауып алды. Қазіргі таңда Карина 14 жаста, ол балет мектебінде оқиды және сол оқиғадан ештеңе есінде жоқ. Әрине, Каринаның басынан өткен бұл шытырман жайт күндердің бір күнінде киноға айналатыны айдан анық еді. Сол кино түсірілді. Тіпті еліміздің кинотеатрларына да жетті. Бірден айтайын, керемет кино шықты. Оқиғаның өзі өте түсінікті, қыз жоғалып кетті, оны іздеді, тапты. Бірақ сюжеттің динамикасы тіпті шынайы оқиғамен таныс болған көрерменді де толғандыра алады. Атасының өзен рухтарына жалынып немересінің денесін қайтаруды сұрағаны, немесе кішкентай қыздың бетпақта тұрып анасын шақырған сәттері көзге жас келтіреді. Бұл спойлер айтып жатқаным емес, өзіме қатты тиген сахналардың шет жағын көрсетіп жатқаным. Дегенмен фильм барлық көрерменге бірдей күшті болып көрінбеуі мүмкін. Кейбіреулерге Каринаға көбірек экран уақыт бөлінуі қажет сияқты көрінуі мүмкін. Ал құтқарушылардың іздеу сахналары тым созылып кеткендей әсер қалдыратын да шығар. Фильмнің күшті жақтарының бірі оқиға хронология бойынша баяндалмайды. Бастапқыда фильм хронологиялық тәртіпте жазылып түсірілген екен. Бірақ кейін фильм авторлары оқиғаның тым жазық болып шыққанын түсінді монтажда. Содан кейін линейный монтаждан бас тарту керек деген ой туындады да есесіне фильмде тереңдік пайда болды. Каринаның авторларына көз жүгіртейік. Фильм режиссері Мариана Сиеген. Саха Республикасында ол атақты продюсер, және оның «Мой убийца» және «Итчи» деген фильмдері қазақстандық прокатта шыққан еді. Дегенмен Каринада Мариана мансабында алғаш рет режиссер орындығына отырды. Фильмнің монтаж режиссерінде бөлек атаған жөн шығар Камила Сафина, Чики сериалының актрисасы, және Внутри Лапенко сериалының монтаж режиссері. Актерлік құрамда түрі таныс болып көрінетін Мария Кычкина бар. Ол 9 жасында Алексей Балабановтың «Река» атты фильмінде түскен. Ол фильм соңына дейін түсірілмей, бірақ сосын YouTube-тан шыққаны бар, көрсеңіз болады. Сілтемен төмен қалдырып кетем. «Рекадағы» 9 жасар Мария бұл фильмде Каринаның мамасын ойнайды. Ересек актерлардың ішінде тағы бір атап кететін адам, ол жоғарыда аталған Каринаның атасын ойнайтын кісі. Жаның ашып кетеді ана кісіге. Әр сахнасын бір ұрлап алады ол. Каринаның өзіне де назар аударғым келеді. Карина рөлін сомдаған қыздың ойыны ерекше таңданыс туындырады. Кастингте ол 327 басқа үміткерден басып озған екен. Яғни оны якутиялық Натали Портман деп атауға болады. Оның табиғилығына, әзілқойлығына және нәзіктігіне сену өте оңай. Бір шынымен сол тайгада жүрген шынымен бір кішкентай қыз адасып кеткен деп көзге көрінеді. Найда атты итпен қарым-қатынасы да фильмнің нағыз ерекшелігіне айналды деуге болады. Негізі кинотеатрға бара жатқанда ең қатты соны уайымдағанмын, өйткені кинода ең күрделі актерлер ол балалар және жануарлар. Ал мұнда фильм 4 жасар қыздың итпен жоғалуы жайлы. Бірақ кішкентай актердің екеуі де жұмыстарын керемет атқарды. Түсірілім 25 күнге созылып, ал ең қиыны сол бетпақтағы қыз бен иттің сахналары болыпты, режиссер мырзаның айтуы бойынша. Алайда нәтиже күткеннен асып түсті. Табиғаттың жаздан күзге өтетін кезеңін көрсететін әдемі кадрлар атмосфера беріп, онда табиғаттың өзі қызды қамқорлыққа алатын бөлек бір кейіпкерге айналады. Айрықша назар аударуға тұрарлық нәрсе визуалмен жұмыс. Якутияның тайгасы фильмде алып әрі тірі стихия ретінде бейнеленген. Маусымдардың өзгерісі, жұлдызды түндер және тамыз айындағы салқындық экран арқылы сезіледі. Тіпті кейде табиғатты кең етіп көрсететін кадрлар жетпей қалады.
біздің кинода мысалы Алматының панорамалары мазаңдалса, бұл фильмде қайта сондай панорамалар жетпей де қалады. Айтпақшы, Каринаны фильмде іздеп жүретін волонтерлардың кейбірі шынайы Каринаны іздеу операциясына қатысқан азаматтар екен. Дегенмен режиссердің айтуы бойынша фильмде қызбен болып жатқан жайттардың барлығы көркем өнер. Өйткені шынайы Карина тайгадағы 12 күнін есте сақтамапты. Ми ол естеліктерді блоктап тастаған көрінеді, және режиссер де балаға жаңағы жарақат тигізбеуге тырысты. Сондықтан қызбен болған жайттың бәрі ойдан құрастырылған, жаңағы айтып кеткендей көркем өнер. Жабайы табиғатқа баланың көзімен қарауға 2 фильм көмектесіпті. Біріншісі Терабитияға көпір, ол балалардың ойдан құрастырған әлемге кетуі туралы фильм болса, екіншісі Терри Гиллиамның Толысу елі атты фильм. Онда кішкентай қызбен оның дағдарысқа ұшыраған ата-анасы туралы баяндалады. Отбасылық дағдарыс Карина фильмінде де көтерілетін тақырыптардың бірі. Жақсы отбасыда балалар жоғалмайды деген ой тудыратын сахналар бар. Бұл жайт фильмнің градусын көтеріп қана қоймай, драма қосып жанрлық тереңдік береді. Фильмде отбасылық драма мен триллер үйлескен, алайда менталитетімізге жақын тағдырдың соққыларын әзілмен қарсы алатын кейіпкерлер оқиғаны жеңілдете түседі. Содан болар Карина Саха Республикасының прокатын басып алып, 257 миллион теңге жинап алды сахалық прокатта. Сахалықтардың саны 500 мыңнан аспайтынын, ұлт өкілдерінің кейбір елде емес екенін, бүкіл елдің кинотеатрларға жете алмайтынын ескергенде керемет нәтиже болып шықты деп ойлаймын. 16 қаңтардан бастап еліміздің Чаплин кинотеатрларында көрсетіп жатыр бұл фильмді. Бізден кейін Қырғызстан мен Түркияда көрсетіледі екен. Қолдайық, жақсы кино, ақшасы Голливудқа кетпейді, өзіміздің бауырлас түркі халқына кетеді. Карина фильмін бейжай қарау қиын. Ол көз жасын, ашу ызаны, алаңдаушылықты және үмітті тудырады. Фильмнің Якутиядағы табысы мен халықаралық прокатқа арналған жоспарлары, оның тіршілік ету мен адам жандылығы туралы хикаясы көрермендердің жүрегіне терең із қалдыратынын көрсетеді. Фильмнің жеке элементтеріне тиісуге болады әрине. Дегенмен Карина адам өмірінің құндылығы мен жақсылықтың күшін еске салатын өте мықты бір туынды. Басқа бұл фильм туралы менің айтарым жоқ. Жақсы кино көріңіздер. Келесі көріскенше.